Машинені көрдік айнадан. Артқы бұрышын. Әрға қоямыз передачаны. Руль до конца бұрамыз. Парковка жаққа қарай. Сөйтіп, мына жақ айнаға қараймыз да, артқа жүреміз. Артқа жүрген кезде, оң жақ айнадан, арт жақтағы машинаны алдын толық көрдік. Сөйтеміз де дөңгелектерді ровына қоямыз. Енді, мына айнадан біз бордюрді көріп тұрмыз. Жүреміз артқа қарай. Бордюр айнадан жоқ болып кетті. Сол кезде руль до конца бұрамыз. Қарама қарсы бетке. Сөйтіп артқа жүріп отырып, айнаға қарап, екі айнаға кезек-кезек қарап отырып, машина тура параллельно бордюрға келгенше артқа жүреміз. Міне қазір біздің машина бордюрға ровно параллельно тұрды. Көрдіңіз бе? Арт жақта дистанция жеткілікті. Енді рульді ровно қоямыз. Дыға қоясыз да, чтобы арт жақтағы машинада парковкадан шыға алатындай қылдырып, алдыға сәл қоямыз. Алдымызда, артымызда да расстояние болу керек.